Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Арай менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, үлпілдеп тұратын әрі дәмді болып шығатын шоколадты маффиндер жасайтын боламыз. Мінекей осындай өте жұмсақ болып шығатын болады. Шоколадты маффиндеріміз тура ауызда еритіндей дәмі ерекше болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Барлық ингредиенттің құрамын төменге жазып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Бізге керекті ингредиенттер: жұмыртқа, шоколад, қант, сүт, сары май және де қопсытқыш, ванильді қант, ұн қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы массамызды 2 есеге көбейгенге дейін 3-4 минут араластырып тұратын боламыз. Яғни осы массамыз әппақ болғанға дейін араластыратын боламыз. Мінекей осылай жұмыртқамыз ағарып көпіргенге дейін дәл осылай араластыратын боламыз. Содан кейін ванильді қантымызды 1 қасық салатын боламыз. Ванильді қантымызды да жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте бөлме температурасындағы сүтімізді қосып алатын боламыз. Миксерімізбен жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте сары майымызды ерітіп аламыз. Содан кейін ерітілген сары майымыз суығаннан кейін жұмыртқалы массамызға ақырындап бөліп қосатын боламыз. Содан кейін жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте құрғақ өнімдерімізді дайындайтын боламыз. Ұнымыздың ішіне қопсытқышты салып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін жұмыртқалы массамызға ұнымызды да бөліп салып отыратын боламыз. Ұнды бийліктен өткізгендеріңіз дұрыс. Сонда біздің маффиндеріміз көтеріліп жақсы шығатын болады. Міне осылай бөліп салып отыратын боламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Ендігі кезекте шоколадымызды қосатын боламыз. Осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Біздің массамыз осындай қоймалжың болуы тиіс. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Ендігі кезекте арнайы формаларға құйып алатын боламыз. Қатты толтырудың қажеті жоқ. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің маффиндарымыз дайын болды. Дәмі тіл үйіретін болады, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл маффиндер сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге Арай. Рецепті соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де рецепт ұнаса, менің арнама тіркеліп лайк басып кетіңіз. Рахмет. Сау болыңыздар. Келесі жүздескенше.